Сәлеметсіңдер ме балалар? Бірінші сынып ана тілі 83-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы заттың сынын білдіретін сөздер. Бірінші жаттығу, мәтінді түсініп оқы. Обсерватория. Балалар, ең алдымен сабағымызды бастамас бұрын осы каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, және де қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Сол кезде алда шығатын сабақтарды бірінші және оңай көретін боласыздар. Ал олай болса, сабағымызды бастайық. Обсерватория зерттеу жұмыстарын жүргізетін мекеме. Ол биік тауларда, жазықтарда орнатылады. Одан түнгі аспанды тамашалауға болады. Аспан әлемі ерекше. Мыңдаған жұлдыздың әрқайсысының өз құпиясы бар. Олардың құпиясын зерттейтін ғалымды астроном деп атайды. Ал енді балалар, осы мәтін бойынша тапсырмаларды орындайық. Мәтін не туралы? Мәтін обсерватория туралы. Обсерватория дегеніміз не? Обсерватория дегеніміз аспан әлеміне және де жұлдыздарға зерттеу жұмыстарын жүргізетін мекеме. Ол туралы не білесің? Обсерватория биік тауларға, жазықтарға орнатылады. Ол арқылы жұлдыздарды және де түнгі аспанды тамашалауға болады. Обсерваторияда аспан әлемін зерттеуге арналған әртүрлі телескоптар мен құрылғылар орнатылған. Ол арқылы миллиардтаған қашықтықтағы аспан әлемін зерттеуге болады екен. Ең алғашқы обсерватория Вавилонда салынған. Екінші жаттығу, сөйлемдерді көшіріп жаз. Ашық аспан әлемін түнде бақылаған дұрыс. Сонда жұлдыздар анық көрінеді. Заттың сынын білдіретін сөзді тауып, сұрақ қой. Оның қай сөзбен байланысып тұрғанын тап. Балалар, бұл жерде заттың сынын білдіріп тұрған сөз ашық деген сөз. Яғни қандай, ашық, қандай деген сұрақ қойылады. Енді бұл сөз қай сөзбен байланысып тұр? Ашық аспан. Қандай аспан? Ашық аспан. Не аспан? Яғни бұл жерде аспан деген зат есім. Яғни не деген сұраққа жауап беріп тұр. Демек, сын есім зат есіммен байланысып тұр. Үшінші жаттығу, суреттегі заттың сынын білдіретін сөздерді айт. Балалар, суретте кітаптың суреті берілген. Енді осы қазір кітаптың сынын білдіретін сөздерді айтуымыз керекпіз. Яғни кітап қызыл түсті кітап. Қандай кітап? Қызыл кітап. Үлкен кітап. Қандай кітап? Үлкен кітап. Қалың кітап. Қандай кітап? Қалың кітап. Қызықты кітап. Қандай кітап? Қызықты кітап. Бұл заттардың барлығы кітаптың сынын білдіріп тұр. Демек, қандай деген сұраққа жауап беріп тұр. Ал балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сендерге бұл сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Егер де видео ұнаған болса, міндетті түрде осы каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, және де қоңырауша белгісін де басып кетуді ұмытпаңдар. Сол кезде келесі алда шыққан сабақтарды бірінші және оңай болып көретін боласыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.